Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын өте дәмді әрі жасалу жолы оп-оңай нутелланың, яғни шоколадный пастаның жасалу жолымен бөлісемін. Дүкеннен сатып алмай-ақ үй жағдайында өздеріңіз құрамы таза, табиғи, ешқандай қоспасыз нутелланы өздеріңіз жасай аласыздар. Таңғы асқа өте керемет үйлеседі. Круассандардың, нанның, блинчиктің арасына жағуға өте дәмді, керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Кастрөлімізге жарты литр сүт құямыз және ысытамыз, қайнатпаймыз бірақ. Ыдысымызға 3 ас қасық какао саламыз. Үш ас қасық жүгері крахмалын салдым. Крахмал болмаса, ұн салуға да болады. 250 грамм қант саламыз. Тәттіні ұнатсаңыз, көбірек салуға да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Жарты литр сүтті құямыз. Менде салқын сүт. Осыны жақсылап қанты ерігенше араластырамыз. Сүтіміз ысыды. Енді сұйық массамызды жаймен үстіне құямыз. Үздіксіз араластырып тұрамыз қоюланғанша. Отымыз орташа отта болу керек. Қасынан кетпей, үздіксіз араластырып тұрамыз. Асты жағы күйіп қалуы мүмкін. Неке біздің шоколадный пастамыз қоюланып кеп жатыр. Енді қасынан кетпей 20 минуттай ең төменгі отқа қойып қайнатамыз. Бұдан да қою болу керек. Егер сіздерде үйдің сүті болса, аз уақытта дайын болады, ал дүкеннің сүті болса, оның майлылығы төмен болады, 25 минутта дайын болады. Ең бастысы, қасынан кетпей араластырып, үздіксіз қозғап тұруымыз керек. Шоколадный пастамыз қоюланды. Осындай қою болған кезде оттың астын өшіреміз және суытамыз. Тез суу үшін басқа ыдысқа салуға да болады. Паста толық суығаннан кейін сары майымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін ұсақталған грек жаңғағын салдым және жақсылап араластырамыз. Жаңғақ салу міндетті емес, тек қана өзін қалдырса да болады, бірақ жаңғақ салғаннан кейін дәмі ерекше бір әдемі болып тұрады. Грек жаңғағын емес, өзіңіз ұнататын кез келген жаңғақтың түрлерін салуға да болады. Бәрі өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Нанымызды кесеміз. Енді шоколадный пастамызды жағамыз. Таңғы асқа өте дәмді. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Неке осылай жасап, жей беруге болады. Дүкеннен сатып алмай-ақ үйде өзіңіз жасасаңыз
өте дәмді әрі құрамы да таза табиғи болып шығады. Осымен достар, біздің үй жағдайында жасалатын нутелла дайын болып қалды. Дәмі өте керемет болып шығады. Үлкендердің де кішкентай балалардың да сүйікті таңғасы болатыны сөзсіз. Дәл менің рецептім бойынша жасап көріңіздер, сонда өте керемет нутелла шығады. Осы уақытқа дейін менің видеоларымды қарап, қолдау білдіргендеріңіз үшін сіздерге алғысым шексіз. Видеоны достарыңызбен бөлісіп, пікір қалдырып, лүпіл басып қоюды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сау сәлемете болыңыздар.